Біресе хит, біресе хайп тудырғыш ағайынды мақсат қыздарының жаңғақ плантациясынан кезекті кавалер өнім алып кеткенге ұқсайды. Әйтпесе соңғы кездері кеш ютубының парақшасына тек Балжан Бидаш пен Назым Әбілдинаның суреті жүктеліп жүргенін, ал Илизат Берікованың инстаграмы тазарып шыға келгенін немен түсіндіреміз. Өмірін таза парақтан бастайын деген арудың ұялы телефонына хабарласып едік, абонент байланыс аясынан тыс жерде болып шықты. Міне қызық, контракт мерзімі аяқталмай топтан кеткен Илизат айыппұл төледі ме, әлде болашақ жары сараңдық танытып продюсерлермен кикілшін бастады ма? Әзірше екі тарапта жұмған ауыздарын ашпады, яғни бұл жайлы әлі ести жатармыз. Екінші бір қызық ақпарат. Топтың соңғы той концерттеріне экс-кешьюлік Жұлдыз Өмірғали шығып жүр екен. Желіде